Үйіңізде алма көбейіп кетіп, не істесем екен, не пісіруге болады деп басыңыз қатып жатқан болса, дәл осы шарлотта пирогын жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі ылғалды болып шығады. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар, себебі алда көптеген пайдалы рецепттермен бөлісемін. Ең алдымен жұмыртқаның үстінен шым-шым тұз салып, миксермен жақсылап араластырып аламыз. Оның үстінен қантты салып, тағы да жақсылап қантымыз толықтай ерігенге дейін миксерлейміз. Шамамен 5 минуттай. Не осындай консистенцияда болып шығады. Енді оның үстінен қаймағымызды қосамыз. Мен 10% қаймақты қостым. Сіздер кез келген пайыздағы қаймақты қосып, осылай жақсылап араластырып алуымыз қажет. Оның үстінен сұйық май құямыз. Осы сұйық майды құйған кезде пирог өте жұп-жұмсақ, нәзік болып шығады. Оны да жақсылап осы лопаткамен араластырып аламыз. Електен өткізіп, ұнды және де қопсытқышты салып аламыз. Міндетті түрде електен өткізіңіздер, сол кезде пирогымыз жақсы болып көтеріледі. Оның барлығын бірден салдым мен, одан кейін жақсылап араластырып алдық. Міне осындай қою қамыр болып шығады. Енді алманың үшеуін осылай қабығын аршып аламыз. Ортасынан бөліп, керек емес жерлерін, дәндерін алып тастаймыз. Одан кейін осылай төрт бұрышты майда етіп турап аламыз үшеуінде. Қамырдың үстінен салып, жақсылап араластырып аламыз. Қалған бір алманы да жақсылап жуып, осылай қабығынан аршымай, ортасынан бөліп, оны да дәндерін алып тастап, осылай жұқа етіп, бөліктерге бөліп шығамыз. Форманың барлық жерін сұйық маймен осылай майлап шықтым. Форманың диаметрі 24 см. Оның үстінен қамырымызды құямыз, барлығын бетін тегістеп жібереміз. Одан кейін кесілген алмамызды бетінен гүл тәріздес етіп қойып шығамыз. Сол кезде пирог өте әдемі болып, кондитерлік дүкенде сатылатын пирогтар сияқты болып шығады. Дайын болған пирогымызды 180 градуста қызып тұрған печке 40-50 минуттай пісіріп аламыз. Піскен-піспегендігін ағаш таяқша арқылы тексересіздер. Пирог пісіп шықты. Жарты сағаттай суытып алдым. Осылай формасынан босатып, бетінен қант ұнтағыны сеуіп жібереміз. Сол кезде өте әдемі болып дастарханның көркін ашып тұратын пирог болады. Кесіп көрсетемін сіздерге. Міне осындай биік, өте жұп-жұмсақ пирог болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет. Ортасына салған алма піскен кезде өте дәмді болып, ерекше дәм беріп тұрады. Сол себепті осы видео ұнаған болса лайк басып, құрбыларыңызбен бөлісіп қойды ұмытпаңыздар. Олар да жасап көріп сіздерге рахмет айтатын болады. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Себебі менің каналымдан бұдан да басқа көптеген керемет рецепттерді таба аласыздар. Сіздермен болған идеал кейк. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.